Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз дәмі тіл үйіретін, әжелер жақсы көретін тойлардың хиті майсөк жасайтын боламыз. Ол үшін бізге май жеуге жарамды проценті жоғары болу керек. Шекер өзіңізге керекті, тары маған 2 кесе жеткілікті. Тарымызды әдемілеп таза суға 5-6 рет жуып аламыз. Жуып алған тарымызды қайнап тұрған, естеріңізде болсын, қайнап тұрған ыстық суға салып қоямыз. 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағатта әдемі болып өзі жібіп шығады. Bir saat vaxtımız өтті. Тарымызды суын төгіп аламыз. Байқап көресіздер, піскен ба, піспеген ба. Судан ажыратып алып, осындай майлықтарға тарымызды төсеп шығатын боламыз. Себебі тары су болғандықтан майлықтар суды өзіне тартып алады да бізге құрғатып беретін болады. Жиырма минут өтіп, құрғап болған тарымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Видеодағыдай төкпей шашпай әдемілеп салып алыңыздар. Жақсылап салып аламыз. Жақсылап салып болғаннан кейін майымызды өзімізге қажетті дәміне қарай шекерімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп, майымыз арасында үлкен боп іртік-іртік болып тұрмау керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дәмін тағы көресіз. Шекер аздау болса, шекерін тағы да салып аласыз. Міне біздің майсөгіміз дайын болды. Оны кез келген ыдысқа осылай салып, әсемдік үшін жақсылап салып аламыз да нығыздап басып жібереміз. Оны тарелкеге салып береміз. Дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз. Себебі менде жаңа рецептер шығып тұратын болады. Сау болыңыздар.